Менің атым Билалов Нұрдәулет. Мен 13 жастамын. Мен бірінші сыныпқа Нұрсұлтан қаласында бардым. Бірнеше жыл бұрын біз отбасымен бірге Бурабай ауылына көшіп келдік. Мен барлық балалар сияқты күнде мектепке барып, күнде достармен бірге ойнап жүрдім. Бұл жоба арқылы мен қазір еліміздің ең үздік мектептерінің бірінде, республикалық физика-математика мектебінде оқуға мүмкіндігім бар. Ауылда оқитын балаларға қарағанда, қалада оқитын балалардың мүмкіндіктері көбірек. Бірақ қазір 1000 бала жобасы арқылы ауылда оқитын балалар да еліміздің ең үздік мектептерінде оқуға мүмкіндіктері бар. Біздің ел шексіз, және оның білім алуда деген шектеуі жоқ. Мен еліміздің ең мықты мектептерінде оқуға және өз болашағымды жаңарта алатыныма қуанамын. Өйткені әрбір адам өз болашағын өзі таңдайды және шешім қабылдайды. Өзіммен жасты ауылда оқитын балаларға айтқаным келгені ол: өз болашақта жақсы өмір сүруге мүмкіндіктеріңді жоғалтып алмаңдар. Алға жүруден қорықпау керек. Біз бірге елімізді жаңартамыз. Біз өз еліміздің болашағы, және оның алдағы өмірі бізге байланысты. Ел үміті, Қазақстанның болашағы.